Сәлем досым, сен лайк арнасындасың. Бүгін мен сендерге өте керемет логикалық сұрақтар дайындап қойдым. Бұл логикалық сұрақтар арқылы сендер өз миларыңды жақсы қозғалта аласыңдар. Бірақ та логикалық сұрақтарымыз басталмас бұрын лайк басыңдар және дұрыс тапқан жауаптарыңды санап отырыңдар. Сосын комментарияға қанша сұраққа дұрыс жауап бердіңдер, жазып кетіңдер. Бірінші сұрақ: Голливудта бір өте керемет фильм түсіргелі жатқан, бірақ сол жердегі басты рөлдегі адамның өлі денесі табылған. Сіздерге сұрақ: оны кім өлтіргенін табуларыңыз керек. Бірақ та фильмнің әлі ешқандай сценасы түсірілмеген. Сонда басты рөлдегі адамды кім өлтіріп кеткен? Оны полиция мүлде таба алмағасын. Қаладағы ең мықты детективті шақырған екен. Және де ол детектив адамдардан кім өлтіргені жайлы сұрастыра бастады, және олардың сол уақытта не істегені жайлы сұрастыра бастады, және ол үш күдіктіні тапқан еді. Және де ол үш күдіктіден барлығын сұрастырды. Бірінші адам сценарист екен, ол режиссерға өте қатты ашулы болған, себебі оның сценарияларын өзгерткен екен. Ал екінші адам актер екен, оған басты рөл берілмеген үшін ол өте қатты ашуланған екен. Ал үшінші адам монтажер екен, себебі оның жұмысы өте қатты көбейіп кеткен. Кім басты рөлдегі адамды өлтіргенін тауып көр. Полиция бұны таба алмағанымен, детектив бұны оңай тапты, себебі ол кәсіби маман. Басты рөлдегі актерді өлтірген бұл монтажер, себебі ол менің жұмысым өте көп деп айтқан болатын, бірақ та киноның бірде-бір сценасы әлі түсірілмеген еді. Ал детектив болса бұны бір қарағаннан тез тауып алған еді. Сен таптың ба, онда бір балыңды өзіне қос. Бір күні адамдар музейге келген болатын. Ол жақта орта ғасырлық заттарды көрсететін. Ең бастысы, ол жақта бір алтыннан жасалған таяқ болатын. Және де ол өте құнды болатын. Соларды қарауға көптеген адамдар келген екен. Ал сол жердегі жұмысшылардың барлығы музейге келген адамдардың көңілін аулаумен болған болатын. Бір кезде сол жерде жарық сөніп қалып, сол жердегі алтын таяқ жоғалып кетті. Ал полиция адамдардың барлығын тексеріп шықты да, тек жұмысшылардың ғана біреуі алғанын түсінді. Содан соң адамдардың барлығын шығарып жіберді де полиция сол жердегі таяқты кім алғанын табуды шешті. Және де олар жұмысшылардан сұратты. Бірінші рыцарь киімін киген охранник айтқан болатын: мен ештеңе таба алмадым, яғни ешқандай күдіктіні көрген жоқпын деді. Ал екінші адам тұрды да, ол өзінің адамдарды роботтың костюмімен қызықтырған жайлы айтты. Ал үшінші адам болса: мен осы орта ғасырлық музейдегі заттар жайлы айтқан болатынмын деді. Кім өтірік айтып жатыр? Қане, сен таба аласың ба? Егер де дұрыс тапқан болсаң, бір балды өзіне қос. Ал ендеше кеттік. Кім ұрлап кеткенін табу қиын емес. Бұл робот киген адам болатын. Себебі бұл жерде орта ғасырлық заттар жайлы айтылып жатқан болатын. Ал кім робот жайлы айтады? Орта ғасыр кезде робот болған жоқ қой. Дұрыс тапсан, өзіне бал қосып қой. Бір күні мистер Дайлидің өзінің әуежайы болыпты, бірақ ол жерде клиенттердің барлығы өте ашулы болыпты оған. Сол себепті оның бизнесі дұрыс жүрмей жатқан. Және де оның қасынан бір досы бұрынғы досы өтіп бара жатырған екен. Сол кезде мистер Дайли өзінің не тревожить етіп жатырғанын айтқан екен. Содан соң әлгі адам: сен өзіне дұрыс стюардесса таңда деп айтқан болатын. Содан соң келесі күні мистер Дайлиге көптеген стюардессалар келді. Және де олардың ішіндегі ең жақсысы қайсы екенін тап, және де жұмысқа қайсы келеді. Бірінші адам өзінің тамақты жақсы істейтіні жайлы айтты, ал екінші адам болса өзінің жақсы жүзетіні жайлы және бірнеше тілдерді білетіні жайлы айтты. Ал үшінші адам болса, ол өзінің адамдардың психологиясын жақсы түсінетіні жайлы айтты. Ал сен кім деп ойлайсың? Өз ойыңды комментарияға жазып кет, және дұрыс тапсаң өзіне бір бал қосып қой. Ең дұрысы, соңғы адамды стюардесса қылып қабылдау керек. Себебі ол адамдардың психологиясы жайлы жақсы біледі екен. Соның арқасында ол адамдарға жақсы көмек көрсете алады. Достар, осымен біздің логикалық сұрақтарымыз аяқталды. Сен қанша логикалық сұрақтарға дұрыс жауап бердің, комментарияға жазып кет. Және де арнаға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытып кетпе. Себебі енді біздің арнада логикалық сұрақтар шығып тұратын болады. Және де лайк бас, себебі көп лайк болса мен қызықты логикалық сұрақтарды шығаруға тырысамын. Және де комментарияға осындай логикалық сұрақтарды түсіруді жалғастыра берейін бе, жазып кет. Ендеше сау болыңыздар.